Сәлем достар, Асылжан асханасына қош келдіңіздер. Бүгін кәріс елінің кимчи салатын дайындайтын боламыз. Арнадан алыстамас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен пекин орам жапырағын видеодағыдай 4 бөлікке етіп бөліп аламыз. Орам жапырақтың қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Енді орам жапырақтың әр жапырағына тұзды жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша қатты немесе жай ғана жағып шықсаңыз болады. Орам жапырақтың кесілген жағын төмен қаратып, табағымызға салып аламыз. Содан соң орам жапырақты жабатындай етіп, мұздай су құямыз. Енді орам жапырақтың үстін ауыр затпен жауып, 24 сағатқа бөлме температурасына қоямыз. Соусын дайындау үшін 250 грамм суға 2 ас қасық күріш ұнын қосып, қоюланғанша отта ұстаймыз. Суымыз осылай ағарып, қоюланып бастаған кезде оттан алып тастаймыз. Үстіне 3 ас қасық қант қосамыз. Пияз бен сарымсақты блендерден өткізіп аламыз. Дайкон шалқаны мен сәбізді ұзын үккіштен өткіземіз. Енді үстіне күріштен жасалған соусымызды қосып, және де паприка, қызыл ащы бұрышты қалауыңыз бойынша қосамыз. Енді үстіне балық соусын қосамыз. Егер де балық соусы болмаса, соя соусын қоссаңыз болады. Имбирдің кез келген түрін қолдансаңыз болады. Мен 15 грамдық кептірілген имбирді пайдаландым. Осымен біздің соусымыз дайын болды. Соус ең бастапқы ингредиент. Соусыңызға қарай кимчидің де дәмі жақсы болып шығады. Тұздалған орам жапырақтарды салқын суда жуып, осылай қатты сығып аламыз. Енді видеодағыдай орам жапырақтың әр жапырағына осылай соусымызды жағып шығамыз. Әр орам жапыраққа осылай соусымызды жағып болған соң, қақпағы бар контейнерге салып қоямыз. Пластик немесе шыныдан жасалған контейнерге сақтаңыздар. Эмальді кастрюльге сақтауға болмайды. Осылай орам жапырағымызды контейнерге салып болған соң, жылы немесе бөлме температурасында 1 күн ұстаймыз, содан соң тоңазытқышта сақтаймыз. Егер де қатты ашығанын қаламасаңыз, 6 сағат ұстасаңыз болады. Кимчи салатын міндетті түрде тоңазытқышта ұстаймыз. Себебі орам жапырақ күн сайын ашыту процесі болып тұрады. Осымен біздің кимчи салатымыз дайын. Менімен бірге әртүрлі тағамдар дайындап, комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де арнама міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Себебі арнада әртүрлі қызық рецепттермен бөлісіп отырамын. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Келесі көріскенше сау саламатта жолығайық.